Сәлем достар, сіздермен Еркетай арнасы. Арнамызға лүпіл басып тіркеліп қоңыраушаны баса кетіңіздер. Қазақ арнасының дамуына қолдау білдіріңіздер. Бір қазан сүт. Бір ауылда ашаршылық басталыпты. Ауыл басшысы ашаршылыққа қарсы бір амалын тауып шара қолданбақ болады. Ертесіне ауылдың қақ ортасына тай қазан орнатады. Сол қазанға ауыл тұрғындарына бір кеседен сүт құюды әмір етіпті. Бар болғаны бір кесе сүт қана. Бірақ әркім оңаша жеке дара келіп құюын талап етіпті. Ауыл тұрғындары басшысы бұйырғанын жаппай орындауға кірісіп кетеді. Сол түнде ақ ай жарығымен қазанды толтырып тастайды. Таңертең ауыл басшысы келіп қазанның қақпағын ашып қараса, сұмдық-ай, өз көзіне өзі сенер емес. Адамдар сүт емес қазанды суға толтырып кетіпті. Сүт қайда? Неге ауыл адамдары сүт орнына су құйған? Мұнысы несі? Оқиға бұлай болған еді. Қазанға сүт құюға барғандар үлкен тай қазанға елдің бәрі сүт құйып жатқанда оған менің бір кесе қойған суым әсер ете қоймас деп пендешілік ойға барған еді. Осылайша барлығы да көпшілікке арқа сүйеп, бір кесе суда тұрған ештеңе жоқ деп немқұрайлық танытқан еді. Бірақ дәл осылай түгел ауыл адамдары ойлап барлығы да қазанды сүтке емес суға толтырған болатын. Нәтижесінде ауылда ашаршылық белең алып, көптеген адамдар жауапкершіліксіздіктің құрбанына айналған еді. Демек, қиын қыстау кезеңде әркім ортақ қазанға не сүт құяды, не су құяды. Қоғамдағы жағдайы нашар адамдарға жәрдем қолын созбай, менің азын-аулақ көмегім еш нәрсені шешпейді деуші болмаңыз. Бір кесе сүт көп нәрсені өзгертуі мүмкін. Адамның тағдырын өзгертуге септігі тиюі ықтимал. Сонымен қатар, үлкен ұжым жұмысының ішінде менің атқаратын қызметім аса маңызды емес деп немқұрайлық таныту қазанға су құю болып табылады. Саған тапсырылған міндетке жан тәніңді бермесең, қазанға су құйғаның. 100 теңгеде тұрған не бар? Қаншама бай дәулеттілер мен қайырымдылық қорлар жәрдем берер деп ойлауым қазанға сүт құю емес, су құю. Ең жаманы, елде жерге һәм мұсылмандарға дұға жасауды ұмыту. Міне, бұл да ортақ қазанға су құю. Әл-қисаны түйіндей келе айтпағымыз, қоғамда болатын келеңсіздіктер әр адамның жауапкершілікті сезінбеуі немесе жағдайға немқұрайлы қарауынан келіп туындайды. Қоғамды түзеу біреуді жөнге салудан емес, әркім өзі түзеуден басталса керек. Демек, әркім міндетін толыққанды атқарса, қоғам түзелмек.